Сәлеметсіздер ме? Кезекті Курипод нейрожелісі. Яғни бұл оқытушыларға сабақ жоспарларын, интерактивті тапсырмаларды және білім беру мазмұнын тез әрі оңай жасауға көмектеседі. Ол жасанды интеллекттің көмегімен оқу процесін жеңілдетіп, әрбір қатысушының қызығушылығын арттырады. Бұл құрал оқытуды жекешелендіріп, қатысушының белсенді қатысуына ықпал етеді. Олай болса бастайық. Бізде міне көріп тұрғандарыңыздай сұрақ тұр. What will you teach today? Сіз бүгін не оқытасыз, е? Мысалы жазайық біз. Бұлттық технология. Бұлттық технология. Бұлттық технология. Бұл жерде full lesson сабақты толықтай жасауға болады. Болмаса use my materials деп бұл жерден өзіңіздің мәтініңізді немесе дайын презентацияңызды қойсаңыз, соның төңірегінде сізге сабақты құрып беретін болады. Бұл жағдайда мен тек қана тақырыпты беремін. Содан full lesson деп жібереміз. Осы кезде нейрожелі жасанды интеллект ойлану арқылы айтады: тамаша, рахмет, интерактивті сабақ құрастырайық дейді. Бір нақтылап алғысы келіп тұр, қай тақырыпқа көбірек ден қойғымыз келеді. Яғни бұлттық қызметтерді салыстыру, деректегі бұлттардың қауіпсіздігін талдау, бұлттық есептеулердің негізгі артықшылықтарын түсіндіру. Мен алайын бұлттық есептеулердің негізгі артықшылықтарын түсіндіру. Мына жерге қойдым. Тағы да жасанды интеллект ойланып жатыр. Сабағыңыз дайындауға дайынсыз ба деп мына жерде сұрап жатыр, нешінші сыныпқа, неге деген сияқты. Сіздер бұл жерде мысалы жаңа берген кезде қасына бірінші курсқа, екінші курсқа деп жазу керек болған тұғынсыздар. Мынаның жанына жазып кетуге болады. Содан кейін generate lesson дейміз. Міне сіздің сабағыңыз дайындалып жатыр дейді. Не қосу керек, не көрсету керек, барлығын айтып жатыр. Процесс жүріп жатыр, шамалы күтеміз. Міне біздің сабақ дайындалып жатыр. Бұл жерде бірнеше кері байланысты сол жерде автоматты түрде байланыстыруға болады. Сонымен қатар жаңағы тапсырмалар, кері байланыс, бұлттық сөздер болты дейміз ғой, соларды да жасауға болады. Қазір бізде 9-шы слайд кетіп жатыр. Иә. 10-шы. Әр неде міне көріп тұрғандарыңыздай, мысалы мына жерде open question, ашық сұрақ болады дейді. Мынада слайд, яғни түсіндірме кетеді, слайд та түсіндірме кетеді. AI feedback деген кері байланыс береді сіздерге жасанды интеллект. Одан word cloud жасауға болады. Word cloud тапсырмасын беріп жатыр. Слайд, кері байланыс. Міне AI feedback көріп тұрғандарыңыздай бізге 9 беттен тұратын слайд жасап беріп жатыр. Бұл слайдпен бөлісуге болады, болмаса көшіріп алуға болады. Яғни бұл кәдімгідей сол моментте студенттерден, болмаса қатысушылардан тікелей кері байланыс алуға өте толықтай мүмкіндік береді. Сауалнамалар жасауға болады. Яғни студенттердің пікірін тез жинап, олардың түсінігін бағалауға болады. Сөз бұлттары, яғни негізгі ұғымдарды визуалды көрсетіп, оқу процесін қызықты етуге болады. Сұрақ жауап алуға болады. Яғни сыни ойлауды дамытып, терең талқылауларға жол ашады. Қысқа тесттер беруге болады. Білімді жылдам әрі тез прогрессін бақылауға мүмкіндік береді. Енді жалпы сабағымыз дайын деп жатыр. Міне мына жерде жасанды интеллект кері байланыс берді. Сабақты көрейік алдымен. Ол үшін бұл жерде студент ұялы телефонмен қатысатын болады. Енді мен превью арқылы көрсетейін. Міне превьюда student screen деген студенттің қолындағы ұялы телефон. Мынау классрум болмаса мына кодтарды енгізу арқылы кірсе болады.
Енді көріп тұрғандарыңыздай, міне студенттің экранында неге бұлтқа көшеміз деген мысалы слайд ашылып тұр, иә. Егер мен мына жақтан оқытушы слайдты ауыстыратын болса, онда ол кезде студенттің экранында да ауысып тұрады. Ол слайд арқылы слайд көреді, фокус арқылы тапсырманы орындайды. Міне келесі бізде тапсырма беріп тұр. Яғни мектептегі концертті тікелей эфирде 500-ден астам оқушы таратқын келеді. Wi-Fi роутер немесе орташа ноут қана көрермен 2000-ға күрт өсуі мүмкін. Не істейсің дейді. Осы жерде сұраққа жауап беру керек, иә. Сіз сұраққа мысалы мына жерден старт активитиді басқан кезде баспас бұрын мысалы уақыт қосуыңызға болады. 40 секунд не сұрақ, енді бір сұраққа 30 секунд жеткілікті деп ойлаймын. Мысалы старт активитиді басқан кезде не студенттің ұялы телефоннан мынадай шығады. Мысалы екі сұрақ ноутбукты сервердің өз жиегінде сай мына жерден көрсетеді қаншалықты екен. Бірден автоматты түрде жауабы рейтингі мына жақтан шығып тұрады. Осылай слайдтан слайд көріп отырады. Міне дәстүрлі шектеу салыстыру теориясын өте береді оқытушы. Жаңа тренер болсын. Мына жерде мысалы терминдерді таңдаңыз және оны салыңыз дейді. Бұл жерде енді сызуға беріліп тұр. Мысалы старт активитиді басамыз. Ол кезде студенттің экранынан міне көріп тұрғандарыңыздай сызуға старт вотинг арқылы біз тоқтатқаннан кейін міне мына жерде енді бір жұмыс болғаннан кейін бізде бірінші орынға шығып тұр. Яғни әркімнің бір-біріне дауыс берген кезде ең дауысты көп жинаған қатысушының суреті немесе студенттің суреті ең бірінші қайсысы көп дауыс жинайды, сол бойынша орналастырып береді. Келесі слайдқа кетіп бара жатырмыз. Мына жерде слайдты ашып отырамыз студенттің экранынан. Міне слайдтар кетіп жатыр. Енді бізде мына жерде кері байланыс. Мысалы, неге бұлтта сервер алынбайды? Жауап береміз. Серверден сатып алынбайды. Яғни әркімнің жауап беру арқылы мысалы қай сұраққа көп дауыс жинайды, соны сіз мысалы талқыласаңыздар болады, иә. Деген слайдтар кетіп отырады. Жаңа қарап отырсаңыздар, бізде тапсырманың бірнеше түрі кетті, сызды, кері байланыс берді, тест болды, иә, қарап отырғандарыңыздай. Енді бізде қазір жауапты тексереді. Дауыс беруге болады. Міне осылай рейтингті көрсетіп береді. Слайдымыз кетеді. Слайдтарды оқып жатырмыз. Енді бізде мына жерде яғни бұлттық жаңағы неге жауап беру керек болады. Оны қалдырып кете берейік. Топтық жұмыс мысалы сіз не үйрендіңіз деген жерде қазір біз жіберетін болса ал алдым қате кетіп қапты. Яғни бірнеше қатысушылар болатын болса, бірнеше сөздерді шығарып береді осы жерден бұлттық word cloud қылып.
не білетініңді көрсет дейді, яғни шығу билеті арқылы көрсететін боламыз. Міне, бұл жерде де тоже жауапты жазбаша береді. Ол түрін көрсеткен болатын. Енді кері байланыс аламыз. Кері байланысымызды қалай жақсара аласыз? Тілді қосқан деген сияқты алуға болады. Бұл жерде де жазуға арналған тапсырма. Міне кері байланыстар келіп түседі бірнеше, сөйтіп соны көруге болады. Міне біз осылайнан кері байланыс жүріп отырады. Бұл екі экранды қатар көрсеттім мен сіздерге. Енді бұл бізде қайда сақталады? Мына жерде хоумды басқан кезде менің мысалы бұрынғы жасаған сабақтарым тұр, иә. Респонста сол қатысушылардың міне несі шығып тұрады, жаңа мысалы Ляззат 100% қатысты, иә. Мысалы қандай сұрақтарға жауап берді? Активити бойынша тексеруге болады, студент бойынша да қарап, оның әрбір несін бақылауға болады, иә, қыз несін. Енді бұл жерде айтайын дегенім, тек қана сіз жасанды интеллект жасап берген тақырыппен шектелгіңіз келмей, өзіңіз өзгерту енгізгіңіз келсе, мануал эдитқа кірсеңіз, міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде активитидің түрін қосуға болады. Бұның дизайнын да ауыстыруға болады. Мысалы, мына жерде сізге, например, мысалы, мынау ұнамайтын болса, осы жерге сіз сұрақ қойғыңыз келсе, question деп мына жерге мысалы сұрағыңызды жазып, уақытын белгілеп қоя бересіз. Ал сұрақтан бөлек сызуға тапсырма бергіңіз келе ма, сурет салуға, міне рейтинг, жаңағыдай кері байланыс алуға, иә, жазуға жасанды интеллекттің тақтасын береді. Сосын кері байланыс алуға жасанды интеллекттен, сосын сөздер бұлтын жасауға болады. Яғни солардың барлығын осы жерде орналастыруға болады. Слайд қосуға болады, суреттер, сызбалар, керекті өзіңіздің мысалы YouTube болсын, басқа да ссылкалар болады ғой арналардан, соларды да орналастыруыңызға болады. Мәтін қосуға болады деген сияқты, иә. Яғни өзгертулер енгізуге толықтай болады. Және мұнда шектеулі емес ешқандай. Сізден осы ақысыз түрінде қолдану өте ыңғайлы. Сонымен қатар өзіңіздің сабағыңызды немесе тренингіңізді қызықты етіп өткізуге өте қолайлы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.